Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма подписать етіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Бүгінгі жасайтынымыз пахлава. Пахлава рецебімен бөлісейін. Пахлаваға ұн, жұмыртқа, май, грецкий орех, пал және қаймақ керек. 500 грамм ұнға 1 қасық разиглитель саламыз және бөлме температурасындағы майды саламыз. Және де жұмыртқаның сарысын салып, 2 қасық қаймақ қосып, және шамалы тұз қосып, қамырымызды илейміз. Пахлаваға қосатын заттардың бәрі алдымен шығарып қоясыздар холодильниктен, бөлме температурасында болуы шарт. Және мен пахлаваға 82% май қостым. Жақсы болып шығу үшін. Достар, описанияға жазып кетем. Пахлаваға не керектігін. Қамырды әбден жайып, иліп, июн қандырып, қамырды иліп, 45 минут және 1 сағатқа холодильникке жібереміз. Енді пахлаваның салмасына кірісейік. Оған грецкий орех және грецкий орехтің майдалап аламыз. Бетіне пайдаланамыз, ірісін, майдасын салмасына пайдаланамыз. Және майдасына 250 грамм құмшекер қосып, және жұмыртқаның ағын қосып, салмасына араластырып дайындаймыз. Жаңа холодильниктен алған қамырды алып, оны 3 бөлікке бөліп аламыз. Мен өзім пахлаваны 3 слоймен жасаймын. Әдемі биік болып, әдемі болып шығу үшін. Және форманы 28 сантиметрлік форма пайдаланамын. Қамырды әбден әдемілеп жұқалатып, шет-шетін тегістеп жайып аламыз. Бір жағы төмен, бір жағы биік болмау үшін тегістеп жайып алып, формамызға орнатамыз. Формамызға салып, жан-жағын тегістеп, реттеп, шығып тұрған қамырларды алып тастаймыз. Әдемілеп тегістеп алып, енді қамырдың екінші слойын жаямыз. Екінші бөлігін жайып, оны да жұқалап, шет-шетін тегістеп жайып, әдемілеп жайып аламыз, жұқалатып. Бұны да бір жағы төмен, бір жағы пәс болмау керек. Барлығы теп-тегіс болып жайылу керек. Жұқалатып жайып аламыз. Жыртылса ештеңе етпейді, ол жыртылған жерін жабыстыра саламыз. Және тегістеп жайып, жаңағы жасаған салмамызды әкеп, формамызға әдемілеп саламыз. Жұқалатып салмаймыз. Орташа көлемде салып, оның бетін тегістеп жүреміз. Тегістеп жүріп, жаңа жайған слойды бетіне жабамыз. Жаңа жайған слойды бетіне жауып, жан-жағында шығып тұрған қамырларды тағы алып тастаймыз. Оны да жан-жағын тегістейміз, жабысу үшін.
Шығып тұрған қамырды оқтаудың көмегімен алып тастап, және үшінші бөлік қамырды, үшінші слойды жаямыз тағы да жұқалатып. Оны да тегістеп әдемілеп жаямыз. Бір жағы төмен, бір жағы биік болмау керек. Пахлавамыз тегіс шығу үшін жұп-жұқа етіп жайып, өзі қамыр үлбіреп тұр ғой. Өйткені 82% май қостық, таза май. Сосын қамырымыз әдемі болып шықты. Сөйтіп жұқалап, тағы екінші слойына тағы салмамызды салып, әдемілеп тегістеп саламыз. Тимей қалған жерлеріне салып. Әдемілеп слойлап, жақсылап, слойын жайып, енді үшінші бөлігін бетіне жабамыз. Сөйтіп бетіне жауып, жан-жағын тегістеп, шығып тұрған қамырларын алып тастаймыз. Тегістеп жабыстырамыз. Сөйтіп қамырларын алып тастап, пышақтың көмегімен бетін формамен сызып аламыз. Қамырдың бетін, сосын жаңағы бір жұмыртқаны алып, оны араластырып, қамырдың бетіне жағып шығамыз. Сосын жаңғағымызды бетіне қоя береміз. Жаңғағымызды әдемілеп сәндеп қойып, жаңғақтың ірілерін бетіне пайдаланамыз, майдаларын жаңа салмасына өткізіп майдалап аламыз. Сосын ірілерін осылай бетіне сәндеп қоямыз. Және 180 градуста 45 минутта пісіріп